Сәлем, бүгін мен шайға өте дәмді жеміс-жидек қосылған пирогтың немесе бәліштің рецептісімен бөлісемін. Ол үшін бізге ұн қажет 250 грамм, қопсытқыш керек 10 грамм, сары май 150 грамм және секер 50 грамм немесе 2 ас қасықпен. 2 үлкен ас қасықпен. Егерде тәттіні жаратпасаңыздар, онда 1 үлкен ас қасық жарап жатыр. Ұнымызды електен өткіземіз, секерді қосамыз, және де қопсытқышты қосамыз, разерхитель. Және де сары майды салып, барлығын араластырамыз. Қамырымыз іртпек-іртпек, ұсақ-ұсақ болып дайындалу керек, бәрі сұқталып бөлек-бөлек. Сосын бір жұмыртқамен араластырып біріктіреміз бәрін. Сосын қамырымызды пакетке салып, холодильникке 30 минутқа салып қоямыз. Енді ішін дайындаймыз. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа, 20% 500 грамм қаймақ, секер және өзіңіздің ұнатқан, қалаған жеміс-жидегіңізді сала аласыз. Қаймақ пен жұмыртқаны араластырамыз, секерімізді саламыз. Секер үлкен 1 ас қасық секер жарайды. Себебі егерде мейіз салатын болсаңыз, мейіздің өзі тәттілігі бар. Сондықтан да 1 ас қасық 50 грамм секер жарайды. Қаймақты жұмыртқамен жақсылап араластырамыз, соқпаймыз қатты. Жай ғана бір түске бояйтын қылтып, бір қалыпқа келтіреміз. Сосын оған өзіміздің қалаған жеміс-жидегімізді саламыз. Мен мейіз және грех орехын жаңғағын салдым. Мен табаны диаметрі 24 см болатын кольцо пайдаландым. Егерде сіздерде кольцо болса кольцо болмаса, таба алуларыңызға болады арнайы. Шеттерін 3-4 сантиметр биік қылтып көтереміз. Сосын сұйықтығымызды құямыз үстінен жайлап. Пирогты 180 градус ысыптарған пешке 45-50 минутқа саламыз. Піскен уақытта табадан су бойда алмаймыз, суған күтеміз. Әбден суғаннан кейін ғана барып, пышақпен айналасын босатып, сосын барып аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де осылай пісіріп көрулеріңізге болады. Шайларыңыз тәтті болсын. Лайк басып, тіркеліп қойыңыздар. Әлі де көптеген рецепттермен бөлісемін. Рахмет.